Екібастұздағы бірінші мемлекеттік аймақтық электр станциясында нөмірі бірінші энергоблокты қалпына келтіру жобасы аяқталды. Станцияда энергоблокты қолданысқа беру актісіне қол қойылды. Кәсіпорын соңғы 30 жылда алғаш рет 8 блокты режимде толық қуатта жұмыс істейді. Екібастұздың бірінші мемлекеттік аймақтық электр станциясында нөмірі бірінші энергоблок іске қосылды. Бұл еліміздің энергетика саласы үшін тарихи сәт. Нөмірі бірінші энергоблокты қалпына келтіруді Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының еншілес компаниясы Самұрық Энерго жүзеге асырды. В рамках реализации проекта жобаны іске асыру шеңберінде энергия тиімділігі бойынша жақсартылған параметрлері бар қуаттылығы 540 мегаватт болатын жаңғыртылған блок, жаңа қазандық турбиналық жабдық орнатылды. Сонымен қатар қалдықтарды азайтатын заманауи электр сүзгілер орнатылды. Блокты басқару технологиялық процестерді басқарудың заманауи автоматтандырылған жүйесі арқылы жүзеге асады. Энергия блогын енгізу арқылы станция 4000 мегаваттық қуаттылыққа шығады. Бұл соңғы 30 жылда болмаған 8 блокты режимде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Нөмірі бірінші энергоблоктың іске қосылуы жаңа жұмыс орындарын ашады. Қосымша 400-ге жуық кәсіби маманды тарту жоспарланып отыр. Тарихи жағдайды көріп отырмыз. Бүгін біз мемлекеттік басшының тапсырмасына сәйкес, бүгін осы желтоқсан айында 24-ші жылы осы үлкен Екібастұз мемлекеттік аумақтық электростанциясының бірінші блогы іске қосылды. Ол еліміздің экономикасын ары қарай дамуға, электроэнергиямен қамтамасыз етуге үлкен мүмкіндік береді. Жобаны іске асыру тұтынушыларды сенімді қуат көздерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл еліміздің энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз етудегі жасалып отырған маңызды қадам. Қарлығаш Қасиетова, 24 KZ, Павлодар облысы.